Сәлем достар, бүгін бешбармақтың жасалу жолымен бөлісемін. Әдемілеп осылай жылқының етінен жасалған қазымнан ыдысыма құйып суыма салып, етімді салып, үстіне татымына қарай тұзымды салып, қайнағанша отта қоямыз. Толық қайнаған кезінде осындай қылып шегіміздің ішіндегі ауасын шығару үшін зубочисткамен тесіп ауаларын шығаратын боламыз. Сол кезде тесілмей әдемі болып пісіп шығады. Аралықта ұнымызды үстіне тұздан, 2-3 қалақ сұйық майымыздан қосып, әдемілеп салқын сумен тестамызды илеп алдым. Жақсылап осылай бір келкетіп қамырымызды илеп аламыз. Аралықтай 15 минут аралықта 2-3 рет қайтара толық иімі қанғанша илеп аламыз. Иімі қанған қамырымызды жаю оңай болады. Одан кейін осылай жақсылап үстінен баса отырып, оқтауымыздың көмегімен ұн себе отырып, әдемілеп қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымыздың екі шетінен ұстай отыра жайсаңыздар, бір келкі теп-тегіс етіп, әдемі болып жайылып шығатын болады. Ортасынан баспаймыз, екі шетінен осылай жайсаңыздар, әдемі қамыр болып шығады, жайылған. Одан кейін қалауларыңыз бойынша осылай кесіп аламыз. Толық піскен етімізді сүзіп аламыз. Аралықта сәбізімді, картоп, пиязымды салып, сорпамызға әдемі дәм беру үшін салып пісіріп алдым. Қайнап жатқан сорпамызға жаңағы жайып алған қамырларымызды осылай біртіндеп салып, бетіне шыққан ақ көбігі жан-жағына тарағанша пісіріп аламыз. Толық піскеннен кейін осылай сүзіп алдым. Одан кейін сорпамыздың бетіндегі майынан осылайнан пиязымыз турап, араластырып тұндырып қойған болатынмын. Соң қамырымыздың бетіне құйып, әдемілеп жабысып қалмас үшін құйып шығамыз. Етімізді орналастырып, жан-жағына картопымызды, пісіріп алған сәбіздерімізді сала отырып, жылқының етімен жасалған қазымызды әдемілеп кесіп аламыз да жан-жағына орналастыратын боламыз. Әдемілеп осылайнан барлығын орналастырып салып шығамыз. Толықтай етіміздің барлығын шет-шетіне қойып шыққаннан кейін пиязымызды саламыз да отбасымызға ұсына береміз. Осымен бүгінгі бешбармағым дайын. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы ойларыңызбен ортада бөлісе отырыңыз. Қыздар, қарапайым үй жағдайында жасап табыс табуға болатын керемет рецепттермен бөліспекшімін. Жай пирожкилерімнің өзі балғын дәммен клиентті ұстап қалатын ерекшелігі бар. Менде осы пирожкилерім өте жақсы өтеді. Мен сіздерге үйрететін вариант бұл майда қуырып емес, 5 түрлі начинкамен пеште пісіретін боламыз. Булочкаларымның өзін қаншама жерге күнделікті өткіземін. Сіздерге жасалу оңай, шығыны аз, табысы көп келетін кез келген начинкамен жасауға болатын жолдарын үйрететін боламын. Линиямның өзін 5 түрлі начинкамен үйренесіздер. Сабақ барысында начинкалардың дайындалу жолына дейін көрсететін боламын. Бонусқа творожный печенье рецепт жасалу жолымен бөлісемін. Үй жағдайында қарапайым бизнес жасап, мен сияқты миллион жасауды үйренгіңіз келсе, жоғарыдағы рецепттерім небәрі 990 теңгеге беріп жатырмын. Тезірек алып үлгеріңіз. Рецепт